Саламатсызбы, құрметті білім алушы. Нұрхан Бекбосынов атындағы Маңғыстау мемлекеттік колледжінің физика пәні оқытушысы, педагог модератор Анар Ағаназова. Бүгінгі сіздермен бірге талқылайтын тақырыбымыз атом құрылысы. Біз күнделікті қолданатын барлық заттар, ауа, су, ағаш, металл, кез келген нәрсе ол атомнан құралады. Бүгінгі сабақта біз сіздермен бірге атом дегеніміздің қандай бөліктерден тұрады және ядроның элементтердің қасиеттері қандай болатынын талқылаймыз. Атом сөзі грек тілінен аударғанда бөлінетін деген мағынаны береді. Яғни бұл не дегеніміз, атом дегеніміз бұл заттың химиялық бөлінбейтін ең кішкентай бөлігі болып табылады. Атомдар әлемдегі барлық заттарды құрайды. Элементтер тек бір ғана атом түрінде тұрады. Әрбір элементтің өзіне тән ерекше атомдар болады. Барлық атомдар бейтарап, яғни олардың жалпы электр заряды болмайды. Атомның негізгі бөліктерімен таныс болыңыздар. Атом екі негізгі бөліктен тұрады. Біріншісі ядро, атомның ортасында орналасқан. Екіншісі электрондар, ядроны айнала қозғалатын теріс зарядты бөлшектерден құралады. Ядрода бізде басқаша нуклон деп жадыруға болады, немесе ядро деп жадыруға болады. Ядро атомның ортақ бөлігі, атомның барлық массасы жалпы сол жерде шоғырланған. Ядроны басқаша нуклон деп атайды, себебі нуклондар дегеніміз ол протондар мен нейтрондар. Ал ядроның негізгі бөлігін протондар мен нейтрондар бөледі. Протон ол оң зарядты бөлшек, ал нейтрон ол заряды жоқ, зарядсыз бөлшек болып табылады. Мына кестеге назар аударып қарасаңыздар, ол жерде бөлшектердің қасиеттері туралы айтылған. Бірінші назар аударатын нәрсе протон. Протон орналасуы ядрода орналасқан заряды плюс заряд. Негізгі массасы бірге тең, яғни массасы бар бөлшек болып табылады. Нейтрон бұл ядрода орналасқан, бірақ заряды нөлге тең, яғни заряды жоқ. Негізгі массасы бір, протон мен нейтрон екеуі бірдей болады. Ал электрон туралы айтатын болсақ, электрон бұл ядроның сыртында орналасқан, ядроның айналасында орналасқан, заряды минус, негізгі массасы протон мен нейтронмен салыстырған кезде өте кішкентай болғандықтан оны нөл деп қарастырамыз. Тақырыбымыз бұл атомдық номер және масса саны. Атомдық номер элементтің атомдық номері Z әрпімен белгіленеді. Менделеев кестесінде барлық элементтердің атомдық номері мен массалық саны болады. Назар аударып қарайтын болсаңыз, мысал келтірілген бізде литий элементі алынған. Бұл жерде литий элементі үстінде 3 деп тұр. Бұл атомдық номер, яғни Z санын көрсетеді. Бұл не дегеніміз? Z бұл протон санын көрсетеді, яғни литий элементінің құрамында, ядросында 3 протон бар деген сөз. Атомның 99% массасы ядрода орналасқандықтан масса саны А, бұл протонның ньютон санына тең болады. Яғни литий элементінің атомның массасы 7-ге тең, себебі литийдің құрамында 3 протон және 4 нейтрон бар. Сондықтан да 3 бұл 7. Ал енді изотоптар дегеніміз не? Изотоптар дегеніміз бір элементтің протондары бірдей, бірақ нейтрон саны әртүрлі атомдарды изотоптар деп аталады. Мысалы, сутекте 3 изотоп бар. Мына кестеге назар аударатын болсақ, байқағаныңыздай барлық 3 элементтерде бір протоннан бар. Яғни бір протон бар деген сөз, яғни бұның барлығы сутек элементіне жатады деген сөз. Ендігі үстіңгі протеиға назар аударайық. Протеида бір протон және бір электрон бар. Яғни ешқандай да нейтроны жоқ. Келесі дейтерий элементі. Дейтерий элементіне қарасаңыздар, бір протон және бір нейтрон. Бір электрон. Дейтерий дегеніміз сутек, бұл протон саны өзгерген жоқ. Протон саны өзгерсе, бұл басқа элемент болады. Протон саны өзгерген жоқ, тек нейтрон саны өзгергендіктен бұл сутек
сутек элементінің изотопы деп аталады, дейтерий. Және келесі бізде үшінші тритий. Тритий бұл бір протон, екі нейтроннан құралады. Яғни құрамында бір протоны бар, екі нейтроны бар, массалық саны 3-ке тең. Мысалы қарап отырсаңыздар, осы үш элементтің барлығында да атомдық саны бірдей болады, себебі бір, барлығы бір сутек, просто назарлап қарасаңыздар, үш элементтің де барлығында бір протоннан бар, яғни атомдық саны бірге тең болады. Ал ары қарай қарастыратын болсақ, айырмашылық неде болады? Айырмашылық массалық санында болады, себебі протондар саны әртүрлі. Осымен бүгінгі біздің атом құрылысы сабағымыз соңына жетті. Естеріңізде болсын, атом өте кішкентай болғанымен бүкіл әлемнің негізін құрушы ол атом болып табылады. Назар аударып тыңдағандарыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.